Сіздермен махан Сара. Бір күні ішіп алған балық, жіберіңдер, шаршадым, суға батып өлем деп. Бәріңізге сәлем достар, сіздермен мен Махамбетинара. Асықпаған адам қоян алар, еріккен адам тырнағын бояп алар. Сіздерді сәл болсын күлдірткеніме қуаныштымын. Бір күні әжесі 5 жасар немересіне балам қара бип-бип келе жатыр депті. Сөйтсе немересі айтады екен, әже қойыңызшы, бұл бембі 325 қой депті. Сәлеметсіздер ме? Мен атым Еркінбек қызы Жанерке. Ендеше анекдотты бастайық. Араққа тойып алған көшеде кока-кола ішіп жатқан балаға кола ішпе, бүйрекке зиян депті. Сәлем достар, сіздермен Бекнасыр, күлуге дайынсыздар ма? Бір күні қоян мен тасбақа жолда келе жатып, қоянның қарны ашады. Сөйтіп қоян мен тасбақа жолда келе жатып, қоян пирожки тауып алады. Сөйтіп қоян пирожки жейін деп жатқанда тасбақа айтады, сен оны жеме, ертең сен жел шығарасың депті. Сөйтіп жел шықса шыға берсін дейді. Тағы да жолда келе жатып, тағы да қоян қарны ашады. Сөйтіп қоян тағы да жүре беріп, қоян тағы да бір пирожки тауып алады. Қоян оны жеме, ертең сен өлең айтасың депті. Өлең айтсам айта берем депті. Сөйтіп жолда келе жатып, тағы да қоян пирожки тауып алады. Қарны ашады. Сөйтіп қоян тағы да жолда келіп пирожки тауып алады. Жейін деп жатқанда тасбақа айтады, қоян оны жеме, ертең саған ықылық депті. Ықылық десе тие берсін депті. Сөйтіп тасбақа мен қоян екеу үйіне қайтады. Сөйтіп қоян азанда тұрса, жужаларын деп жүр. Сәлем, мен Нұрылды Арслан. Мен сіздерге қазір анекдот айтатын боламын. Ал сіздер күліңіздер. Бір мас адам, араққа тойып алған мас адам көшеде келе жатып, кока-кола ішіп жатқан балаға кола ішпе, бүйрекке зиян депті. Жирафтың азанда ішкен тамағы асқазанына кешке барады екен. Мойнымен жүргенше қай заман? Жақан, Жақан, сенің ағаңның жасы қаншада? Үлкен беді, немесе кіші ме еді? Осы дейді. Сәлем достар, мен Сұлтан Амантай. Беген екі тақырдас бопты, екі сөйлесін деп, шаштан жол жоқ деп. Спорт ағаға, ағай мен екінші болып келдім дейді. Неден десем, жаяу жарыстан, кіммен жарыстың десе, болат екеуміз ғана дейді. Көрсеңіздер, рахмет. Сәлем, сіздермен бірге Ақжан. Бүгін мен сіздерге анекдот айтатын боламын. Бір күні дәрігер науқасқа, біз сіздің құттаған тістеріңізді жұламыз, ол үшін сіздің алтын тісіңізді жұлу керек дейді. Сол кезде науқас неге десе, енді емнің ақшасын кім төлейді депті. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге бүгін Абдирва Гүлім. Қожа Насыр бір күні кілтін жоғалтып апты. Сөйтсе көрші әйел айтады, кілтіңізді қақа тастап едіңіз депті. Кілтімді қақа тастағанын білсе өйстіп іздейін ба дейді. Жақан, Жақан, сенің ағаңның жасы сенен үлкен бе, кіші ме деп сұрапты. Бүгін сіздермен болған Нәзіл Ақжан, келесі кездескенше. Қойғарбаев, 5 жердегі алтын неше дейді. Сонда 30 дейді. Ал 6 жердегі 5-ше десе, оны білмейді екен ағай депті. Ауылдағы апамыз етке шыбын түсіп кетпесін деп, барлық шыбындарға памперс кигізіп қойды. Күлгендеріңізге рахмет, мен қуаныштымын. Бір бала бопты да, ағай мен екінші келдім дейді. Неден десе, жаяу жүруден дейді. Қаншадан боп қатысыңдар десе, болат екеуміз ақ дейді. Сіздерді күлдірте алғаным үшін қуаныштымын. Қош сау болыңыздар. Бір күні ішіп алған тауық ұшып кетейін ба депті. Кішкене болсын сіздердің көңілдеріңізді көтергеніме қуаныштымын. Құрметті көрермендер, біз сіздерге жақсы көңіл күй сыйласақ, біз де қуаныштымыз. Қош сау болыңыздар.